Сәлем достар, бүгін біз хвичини жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді құрамына бізге жылы сүт керек және дрожжи саламыз. Мен кішкене бір қасықтай қант салдым. Жақсы көтерілу үшін араластырып, енді бір жұмыртқамызды және бір қасық столовый ложкамен сұйық май құямын. Және ұнымды екіге бөле отырып, тұзымды салып араластыратын боламын. Қамыр болғанша мен осылай қолмен емес, осылай вилкамен араластырып аламын. Және екіншісін салып, міне қамыр елеп алдым. Енді осыны тынықтырып көтерілгенше бір 30 минутқа қойып қоямыз. Достар, мен картошкамды асып алдым. Алдын ала 500 грамм. Дәл осыны езіп, енді мен дәл осындай моцарелла пайдаланамын. Өте керемет, ериді. Осыны теркадан өткізіп алып, шарик жасап алдым. 8 штук шықты менде. Және қамырымды да дәл осылай 8-ге бөліп алдық. Енді дәл осы қамырды осылай жайып шығамыз. Кішкене жайып, қатты жұқа қылмаңыздар. Өйткені қазір ішіне осы картошкамызды салып, осы нығыздап өйстіп жабыстыратын боламыз. Қатты жабыстырыңыздар, өйткені ашылмау керек. Міне дәл осылай қойып қоямыз. Сосын кезінде жайып, құрғақ сковородкаға пісіріп алатын боламыз. Міне қараңыздар, ұн салып, тағы да кішкене ғана жаямыз. Сосын картошкадан жасалған шаригімізді ортасына салып, қайтадан буатын боламыз. Қараңыздар. Дәл осылай нығыздап, өйстіп, ашылмайтындай етіп, өйстіп жауабамыз. Сосын осылай кішкене тынықтырып қойып қоямыз. Мінекей, енді бізде барлығын мен жасап қойдым. Енді осыны жайып, қараңыздар, қатты жұқа болып кетпеу керек. Картошкасы көрініп қалмау керек, средний болу керек. Орташа жұқалығы. Енді осыны алып біз пісіретін боламыз. Мінекей, дәл осылай. Енді осыны міне мен осы грильницада жасайтын болам. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құрғақ табаға дәл осылай жасап алсаңыздар болады. Қараңыздар достар, қалай күшті көтеріліп жатыр. Мынау үлкен болып көтеріледі. Және осыны үстін кішкене баса тұра осылай пісіріп аласыздар. Өте дәмді шығады достар. Міндетті түрде алдымызда мерекеге жасаңыздар. Отбасыларыңызды қуантыңыздар міндетті түрде. Қараңыздар, пісіп болғаннан кейін міндетті түрде бетіне сары майды осылай жағып шығатын боламыз. Міне менде екіншісі пісті. Қараңыздар, қалай осылай үстін басып, міне тағы да дәл осылай үстіне қойып, сары майымызды жаға береміз. Өте дәмді шығады достар, қараңыздар. Және де бұны біз ыстықтай жеген өте керемет болады. Сол үшін де ыстықтай кішкене ғана жасап, көп емес, осының рецебін салатын боламын. Міндетті түрде жасаңыздар. Қараңыздар қазір қалай шыққанын. Қараңыздар, міне керемет болып шықты. Менде балаларым уже жасап жатыр, жеп жатыр достар. Әдемі шыққан, дәмі өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап қуантыңыздар. Және алда тағы да міндетті түрде рецепттер болады. Әрдайым лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар.